Саламатсыздар ма балалар? 7-8 сабақ тұңғыш қазақ конькишісі. Мәнерлеп сырғанау өнері туралы не айтасың? Әлемдік Қазақстан коньки спортының шеберлері кімдер? Олар туралы не білесің? Мәнерлеп сырғанау спорт түрі. Мұнда спортшы конькимен сырғанап, музыка сазына сәйкес әсем қимыл жасайды. Денис Юрьевичтен қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы, 2014 жылы мәнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасының қола жүлдегері. Келесі бірінші тапсырма тыңдалым мәтіні бойынша төмендегі жылдарда жасырылған оқиғаларды айтып бер. 1871 жылы Афинада найза лақтыру жүгіру жарыстарды өтеді. 1882 жылы Вена қаласында конькимен сырғанау жарысы өтеді. 1891 жылы Гамбургте Европа чемпионаты өтті. 1896 жылы Кубертан анықталды. 1901 жылы комитеттік сессия Парижде өтті. Екінші тапсырма мәтін құрылымын талдау жасады. Сөз тіркестері ресми мойындалды. Үлгі көпшілік біле бермейтін сырғанау түрі, ерлер айналысқан, нәзік жандылар айналысқан. Мәнерлеп сырғанау алғашқы жарыс ұйымдастырылды, яғни үлгісі беріліп тұр. Көпшілік біле бермейтін сырғанау түрі. Оның бұл түрінде 2 жұптан болып 4 адам өнер көрсетеді. Нәтижесі ақш және Канада ғана өтеді. Ерлер айналысқан, көпшілік біле бермейтін спортпен айналысқан. Нәтижесі әйелдер де осы спортпен айналысуды бастады. Нәзік жандылар айналысқан, мәнерлеп сырғанаумен айналысты. Нәтижесі көпшілікке Недж Сайрс атымен танымал болған бойжеткен олимпиадада жеңіске жеткен алғашқы әйел. Үшінші тапсырма мәнерлеп сырғанау өнерінің шебері тақырыбында диалог құрыңдар. Диалогте етіс жұрнақтарына және төменгі сөз тіркесін қолданыңдар. Денистен 1993 жылы туған, теннис, акробатика, таеквондо, карате, жүзумен айналысқан, музыка мектебі ән салған. 2014 жыл Сочи олимпиадасы қола жүлдегер. 2013 жыл әлем чемпионаты, күміс медаль, 19 жас. Мәнерлеп сырғанаудан қандай чемпиондарды білесің? Мен тек Денис Тенді білемін. Оның қай жылы дүниеге келгенін білесің бе? Иә, ол 1903 жылы 13 маусымда дүниеге келген. Қандай жетістігін білесің? 2014 жылы мәнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасының қола жүлдегері болған. Рахмет. Ол басқа қандай спорт түрлерімен айналысқанын білесің бе? Мен ол туралы білмейді екенмін. Білесің бе? Айтып берші. Ол денистен акробатика, таеквондо, теннис, карате және жүзумен айналысқан. Рахмет, енді біліп жүретін боламын. Иә, саған да рахмет. Ырықсыз етіс. Ырықсыз етіс сабақ етіске л жұрнақтары жалған орқыл жасалады, ал ол етістердің соңы л дыбысын аяқталса, немесе етістің негізінде л дыбысы болса, ырықсыз етіс жұрнағы н, н түрінде жалғанады. Мысалы, қазылды, тоқылды, саналды. Етістің түбіріне өздік етіс, ырықсыз етіс категориясын тудыратын н жұрнақтар жалғанса, сабақ етістік салт етістікке айналады. Мысалы, жуынды, алынды, ашылды, көрінді. Төртінші тапсырма суретті оқиғаларды айтып бер. Іс-әрекетті сипаттауда етістіктің ырықсыз етіс түрін қолдан. Үлгі: еден жуылды, шаң сүртілді, қар күрелді, шөп орылды, егіс жиналды. Бесінші тапсырма мәтінді оқы. Қос олимпиадаға қатысқан тұңғыш қазақ конькишісі. Қазақ топырағы қашанда дарындарға кенде болған емес. Солардың ішінде қаракөз қазақ қыздарының орны бөлек. Коньки спортынан еліміздің намысын қорғаған Кенжеш Сәрсекенова 1992-99 жылдар аралығында ұлттық құрама команда сандағы жалпы қазақ қызы болды. Кенжеш Сәрсекенова Қазақстан 5 дүркін чемпионы. Атам қазақ жылқы және аң терісінен шаңғы жасап қатынас құралы ретінде пайдаланған. Ал аяғына коньки байлап мұз айдынында додаға түскен адамдарды қазақ тарихынан оқыған жоқпыз. Кеңес үкімет тұсында да қазақ конькишілерінің аты шыға қойған жоқ. Кенжеш Сәрсекенова туған жері Шығыс Қазақстан өңірінен 1985 жылы Алматыға келіп, әркім бағындыра алмайтын конькиге құрық тастап асау спортының жалына қол салыпты. Аз жылдың ішінде айдын төсіне бауырын төстей қалықтап, жұлдызың аққан аруымыз қазақ қыздардың да коньки теуіп, ел намысын байрақты бәсекелерде қорғай алатындығын дәлелдеді. Ол коньки тебу спортының қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш спорт шебері. Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы, жұмыр жердің небір жүйріктермен сынға түскен саңлақ конькиден 2 бірдей олимпиадада бақ сынаған тұңғыш қазақ қызы. Енді сұрақтары: Қазақстанда мәнерлеп сырғанау спорты қаншалықты дамыған деп ойлайсың? Мәнерлеп сырғанау өнеріне қазақ қыздарының қосқан үлесі қандай? Атам қазақ жылқы және аң терісінен шаңғы жасап қатынас құралы ретінде пайдаланған деген сөйлемдегі ойды дамыт. Коньки спортын дамыту үшін не қажет деп есептейсің? Өз пікіріңді дәлелде. Денистен Сочидегі олимпиададан жүлде әкелген соң бізде бұл спорт қарқынды дамыды. Үкіметте бар күшін салуда. Үйірмелер ашылып, жаттығулар жаттықтырылуда. Денистен Сочидегі олимпиададан жүлде алып, еліміздің атағын шығарды. Тұрсынбаева қазақ қыздар арасында тұңғыш рет әлем чемпионатының күміс жүлдесін иеленді. Сонымен қатар атам қазақ жылқы және аң терісінен шаңғы жасап, ал аяғына коньки байлап көл қылған, сырғанау арқылы барар жерлеріне жеткен.
Келесі жауабы: соңғы сұрақтың менің ойымша мұз айдындар салынуы керек, үйірмелер ашылып, оқу орындарын ашу қажет. 6-шы тапсырма: төмендегі Сәрсекеновамен болған сұхбатты оқып, мәтіннің стильдік ерекшеліктерін талда, кейіпкердің жетістіктерін дәптеріне жаз. Сізді қазіргі жастардың бірі білсе, бірі біле бермейді. Әңгімені өзіңізді таныстырудан бастасаңыз. Мен Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласының тумасымын, көп балалы отбасында дүниеге келдім. Сіз Алматыға барғанда бірден коньки спортын таңдадыңыз ба? Жоқ, мен ол кезде жеңіл атлетика түрлерінің біріне қабылдансам деп ойлаған болатынмын. Аяғыма коньки байлап көрмеген кезім, тіпті конькиді қолыма ұстап көрмеппін. Не де болса көрейін деп тіркеліп, барлық тексерулерден өтіп, интернатқа оқуға түстім. 13 жылда қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз? 1989-90 жылдары Қазақстанның жастар чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы атандым. 1992 жылы коньки спортынан спорт шебері дәрежесіне жеттім. 1992-94 жылдары әлем кубогының кезеңіне және әлем чемпионаттарына қатысып, 94 жылы Қазақстан құрама командасының үздік спортшылары қатарында Лиллехаммерде өткен 17-ші қысқы Олимпиада ойындарына және 98 жылы Наганода болған 18-ші қысқы Олимпиада ойындарына қатыстым. Менің ойымша, мәтін диалог құру арқылы ауызекі тілде жазылған. 1989-90 жылдары Қазақстан жастар чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы атанған. 1992 жылы коньки спортынан спорт шебері дәрежесіне жетті. 7-ші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша қарапайым жоспар құр, үлгіні пайдалан. Мәтін құрылымы: кіріспе негізгі бөлім, оқиға, бөлімге ат қой. Кіріспе: Сәрсекенова өзін таныстырады, тұлғамен танысу, негізгі спортқа қалай келгенін айтады, спортқа ашылған есік. 3-ші қорытынды: жеткен жетістіктерін айтады, бөлімге ат, жеткен белестерім. 8-ші тапсырма: ел намысы ырықсыз етіс жұрнағын жалғап, етістіктерді дұрыс жаз. Ел намысы қорғалды, аң терісінен шаңғы жасалды, аяғына коньки байланды, олимпиадада бақ сыналды, жеңіл атлетикаға қабылданды, бірнеше дүркін жеңімпаз атанды. 9-шы тапсырма: өлеңдегі ырықсыз етістің жұрнағын түбірден және өзінен кейінгі қосымшадан дефис арқылы бөліп жаз. Бұндағы қатарланған, қалқаланған, төңкеріліп, жөңкеріліп, көмкеріліп. 10-шы тапсырма: шығу парағын пайдаланып, төмендегі сұрақтарға жауап жаз. Бүгін ырықсыз етістің қалай жасалатынын үйрендім, барлығын толық түсіндім, жаңа ақпаратқа көңіл аудару керек.